З әріпін жазып үйренейік. Мұқият тыңда. З әріпі бас әріптен және кіші әріптен тұрады. З әріпінің бас әріпі. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай жартылай доға сызамыз. Оны жазу жолының үстіңгі сызығына дейін солға қарай тартып, сол сызықтан оңға қарай тағы да доға сызық жүргіземіз. Оны жазу жолының астыңғы сызығына жете бере солға иіп, астыңғы сызыққа тигізе сәл көтереміз. З әріпінің кіші әріпі. Жазу жолының ортасынан жоғары қаламыңды қой. Солдан оңға қарай үстіңгі сызыққа тигізе төмен қарай жарты доға сызамыз. Енді солдан оңға қарай сәл доға жасап, сызықты тік төмен үлкен жолдың ортасына жеткізе сызып, солға иеміз де оңға тартып, астыңғы сызық бойында бастапқы сызықпен қиылыстыра бау байлаймыз. Дәптеріңді ашып, менімен бірге З әріпін әдемі жаз.